Қайырлы таң, зымырап өтер бұл уақыт, таң атса лезде күн батып, уақытпен бірге ілесу, білсеңіз ол да бір бақыт. 12 мүшең сау болса, Тәңірдің сыйы ол да бір, шүкірдеп өмір сүрейік, басқаның бәрі қолда тұр. Жау жоқта батыр көп, дау жоқта ақыл көп. Батыр мақтанса, жауға шапқанын айтар, қу мақтанса, алдап қаққанын айтар. Өмір бердің, көз бердің, көрік бердің, есім бердің, ес бердің, ерік бердің. Я жаратушым, қолыңа бұл дүниеде адастырмас иманмен серік бергін. Барлық адам жолаушы, бұл өмірде барлық адам жолаушы, бірақ өмір атты жолда біреу аялдамасына ерте жетеді, біреу кеш жетеді. Аялдамаға ерте жетсе де, кеш жетсе де, артында із қалады. Адамдардың сізді еске алуы, сіздің қалдырған ізіңізге байланысты. Сондықтан өмір бір-ақ рет берілген соң, артыңызға жақсы із қалдырғаныңыз жөн. Мейлі, жол ұзарған сайын адам өзгерер, заман өзгерер, бірақ сіздің салған ізіңіз сол қалпында қалады. Бұл өмірде бәрі уақытша, адамдар да, заттар да, тіпті өмірдің өзі де. Сондықтан әр сәттен ләззат ала біл. Дәл қазір жаныңда жүрген адамдарды бағала, шынайы қуануды, шынайы күлімдеуді үйрен. Бауыр деген досың, бауыр деген сүйеушің, бауыр деген ақылшың, бауыр деген қорғанышың, бауыр деген сыбайласың, бауыр деген ағайының, бауыр деген 12 мүшенің бірі. Алла тағала тыныштық бермесе, жүректі жексенбі демалдырмайды. Болмаса адамдығың, 5 тиын мамандығың. Сөз дәрі секілді, мөлшерімен қолдансаң пайдасы тиеді, артығымен қолдансаң түбіңе жетеді. Мен қорқыппын өзгенің өсегінен, кір іздеген кіршіксіз кешегімнен, атынан құлады деп күлген екен, күнде құлап жүргендер есегінен. Ертеде бір жазушының ұлы мен қызы өз заманында элитикалық Москвада оқитын болған. Жазушы әр ай сайын ұлына аздау, қызына көптеу етіп ақша салып тұрады екен. Онысына талай куә болған почта қызметшісі, екеуі өз перзенттеріңіз болса, неге тең дәрежеде ақша салмайсыз депті. Сонда жазушы, ол баланы тоқшылық бұзады, сол үшін аздау саламын. Қыз баланы жоқшылық бұзады, сол үшін көптеу ақша саламын деген екен. Әйелдің мықтымын деп көрсететін бейнесі сыртта ғана. Мықтылықтың ар жағында үлбіреген гүлден де нәзік жан дүниесі бар. Мықтылықтың ар жағында ешкімге көрсетпей нөсердей жауа кететін көзінің жасы да бар. Мықтылықтың ар жағында көңілі жетімсіреп, тірек таппағанда өз-өзін қамшылайтын сырлы күші бар. Әйелдің қырық жамаулы жаны бар, біреуге жұмбақ, біреуге ашық сандық секілді. Әйел жанын әйелдің өзі де түсіне бермейтін жұмбақ әлемі.